Ассаламуалейкум, құрметті құлагер көрермендері, қалдарыңыз қалай, жақсы ма? Бүгін сол жылқы қарауға шықтым. Бойканы қарап кетейін деп, құлындар аман есен жүр ме екен. Сосын ішкі бойға жылқылар түсті. Шырам айғыр түсу мүмкін, соны қарап қайтуға шықтым. Су бойында тұру мүмкін. Ода екі құлын туды, соны қарап қайтайын деп. Қазір бұл жерде бойканы көріп тұрмын. Бойка мұнда тұр. Бойка аман есен жүр екен. Құлындар аман есен түгел. Бұда екі құлын, ала мен құла. Ары бетте тұр бұлар. Лавайға барып қайтатын болды. Шала. Шырам майға мұнда жүр жирен. Суда жайып жүр, машалла, Аллаху акбар. Қасында жемде тұрған бие қалында. Шала күйлері альхамдулилла жақсы екен. Құла құлын. Жерде дағы бар. Санап жүрейін. 17 бас болып жүр. Машалла. Шошыма. Машалла. Берекесін беру. Аман есен бәрі түгел жүр екен. Күйлерді альхамдулилла көтеріліп қалыпты. Қазір жаңадан барып қарайын. Машалла. Құлынның біреу еркек, біреу ұрғашы. Шырам, қалайсың шырам? Жерін айғыр. Жен төбел. Абухан деген кісі бар, туысқан жерде. Соның баласы өтегі бар, содан алдық. Аны деген соның тамбасы. Машалла. Альхамдулилла, күйлері жақсы жиналып қалыпты. Мына келе жатқан құла тай байталымыз құлын кезінде аяғын ауыртып алды. Сол аяғын ауыртып алғанда көп тең кетпей жүрді. Соны сойып алатын ой болды, бірақ аянышты болды. Не істерін білмей, 2 ракат намаз оқып, Аллахтан дуа тілеп, сойып аламын, или
емделгім келе ма деп сол бір белгі бер деп Аллахтан сұрап, сосын группада отқанда Сарка Нұрлыбек бауырым Шахмарда деген бір тума бар еді, соған звонда шеш. Жылқыдан тәжірибесі өте жоғары. Сол кісіге звондап сұрадым, не істеймін, жазыла ма жазылмай ма деп. Жазылып кетеді, осыны ем жаса, сосын далаға босатып жібер, кетеді ғой деді өзі. Сосын Аллахтан қалауымен босатып жібердім, кетті. Аллахтан қалауы қазір көріп тұрғандай әп-сәтте өсіп келе жатыр. Құрметті құлагер көрермендері, каналға тіркелмеген болсаңыз тіркеліңіздер, лайк бас, комментарий жазып, құлагер каналының дамуына көмектесіңіздер. Баршаңызға ассаламу алейкум, амандықта кездескенше.